Абдулла радиаллаху анху енді бұл жерде ол кісі түсінбей қалады. Әлі ол арғы жағы хаттың ішіндегі тапсырманы оқып болған жоқ. Бірақ та басын оқып білдірді. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламнан екендігін білдірді. Сөйтіп бұл сарайдан шығарып жіберген екен есігінен. Бір жағынан бір үрейленіп, қорқып, шошып шығады. Неге? Өйткені ол қазір оны мәселен өлтіруі де мүмкін. Екіншіден, ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның тапсырмасын орындады ма, орындаған жоқ па, жеткізді ме, жеткізген жоқ па деп уайымдайды. Содан біраз тұрғаннан кейін іштей ойланады да, «Я Аллам, сен жағдайдың бәрін көріп тұрушысың. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның тапсырмасын, аманатын қолымнан келгенше орындадым, жеткіздім, оқып бердім, бірақ тыңдамады» дейді де, ол өзін көңілін осылайша тынышталдырады да, сөйтіп ол еліне қайтып кетеді. Ол біраз уақыттан кейін жаңа патша, айттым ғой, жаңа тәкаппарлықтан сөздің басын естіді, соңын естіген жоқ. Сол алғашқы сөзден тәкаппарланып, ол жаңағыдай ашуға мінді да, ол хатты жыртып тастады, ешқандай басқа жаңа елшінің сөзін де естіген жоқ. Сол біраз уақыттан кейін ашудан түседі. Сондықтан да айтады, мынау жаңағыдай барлығымызда бар нәрсе, бұл ашу деген ол шайтаннан келетін нәрсе. Күнделікті мәселен әке шешемізбен байланыста, болмаса ерлі-зайыптылардың арасында, болмаса бір жолдастар арасында бір нәрсеге ашуланатын болсаң, сол ашу болып тұрған кезінде көзіңе бір нәрсе көріне ме? Ай досым, ол тыныш, мен бұлай деп айтайыншы десем, жоқ, сенікі дұрыс емес, болды, кет, ары бар, мен сенімен жаңағыдай сөйлеспеймін. Сондықтан да біздің халқымызда сондай сөз бар, я, ашу келсе немене дейді? Ақыл кетеді дейді. Енді ол кісілердің ашуы, яғни мәртебесі жаңағыдай жоғары болған екен, ашу да өте жоғары болған, түк еш нәрсені көрмейтіндей дәрежеде болды. Сол біраз уақыттардан кейін, ашу басылғаннан кейін, жарайды анау кірсін елші, не демекші еді басқа деп шақыртады. Бірақ ол кезде Абдулла ибн Хузафа ол кетіп қалған болады. Қасындағы кісілерді, шабармандарын жібереді, барып ауылдан осы жаңа біздің жерден шыққан жоқ шығар, барып шақырып келдіңдер, сөйлесейік, тағы не айтары бар екен деп. Бірақ бәрібір де оған жете салмайды, ол кісі ұзақтап кетіп қалған болады. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Мәдинаға келгеннен кейін осы хабарды айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға сол патшаға хатты жеткізгендігі, және де ол қалай күтіп алғандығы, осы хатты бастап оқыған кезде қаншалықты ашуланып, ол қандай хатты жыртып тастағандығын естіген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах тағала оның мүлкін яғни осы хатты қалай жыртып тастаған болса, жойып тастаған болса, Аллах тағала оның мүлкін де солай жойып тастасын деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұға қылады, бұл басқасын жатпайды. Өйткені ол жақсылықпенен, жай тілменен жіберілген қарапайым хатты оқи алмады, оған тыңдай алмады, құлақ сала алмады.